Сіздерді экстремалды спорт түрлерімен жақынырақ таныстыруды жалғастырамыз. Жаз жақындап келе жатыр, демек судағы спорт түрлеріне сұраныстың артатыны анық. Бодибординг туралы естуіңіз бар ма? Бұл серфингтің арзан түрі деп айтсақ болады. 1 метрлік пластиктен жасалған тақтада жатып жүзуді меңзейді. Бодибилдердің бағасын $50 да кем түсуі мүмкін. Оның бағасы серфинг, кейтсерфинг және уиндсерфинг тақталарының әлдеқайда үнемді. Бұл жабдық тікбұрышты гидродинамикалық формада келеді. Оның бұрыштары үшкір емес, полипропилен немесе полиэтиленнен жасалған. Бұл спорт түрінде тақтада жатып жүзеді. Кей жағдайларға жартылай отырып немесе тұрып та өнер көрсетеді. Ыңғайлы болу үшін де ескек аяқ қолданады. Өзін сынап көргісі келген кез келген адамға асықпай тақтаға жатып жүзген дұрыс болады. Әрине бұл спорт түрі бойынша да жарыстар өткізіліп те тұрады. Спортшылар өте әсерлі әдістер жасайды. Олардың көбісін қарапайым серфингтен қайталау да мүмкін емес. Бұл ең жаңа спорт түрлерінің бірі, бірақ оның жанкүйерлерінің қатары күн санап көбейіп келеді. Бодибилдинг қатысушылары ең қауіпті әрі ең үлкен толқындарды таңдайды. Олар түрлі сальто, артқа айналу және спиннерлерді оңай орындайды. Оған қоса бұның бәрі жатқан күйі жасалады. Аталмыш спорт түрі ең жас спортшылардың арасында көп таралған айта кеткен жөн. Бодибордингтен әлем чемпиондары санатында 17-18 жасар бойжеткен мен бозбалалар да бар. Бодибилдерде жүзу негізінде аса қиын емес. Жағадан шыққан кезіңізде басыңыз бен кеудеңіз тақтаға тимеу керек, ал аяғыңыз судың астында болуы шарт. Толқын жақындаған кезде шынтағыңызды бодибилде қою қажет. Көп жағдайда жаңадан келген серферлерге толқынға қарсы жүзу біршама қиындық туғызады. Оны бағындырудың бірден бір амалы дайвинг. Оның негізі үйрек сияқты судың астына малтуда. Бұл әдісті толқыннан шамамен 2 метрдей қашықтықта орындаған жөн. Кейін тақтайдың тұмсығына салмақ салып, оны суға батыру керек. Осылайша бодибилдер мен спортшының өзі де судың астында болады. Көбісі бодибилдинг серфингке қарағанда әлдеқайда оңай деп ойлайды, бірақ қос спорт түрінде де кәсіпқой деңгейде шұғылдану үшін бірдей уақыт кетеді. Бодибилдингтің негізгі ерекшелігі спортшылар барынша түрлі әдістер көрсетуге тырысады. Ол сонысымен де қызық. Бодибилдинг тек қана көңіл көтеру емес, сонымен қатар қол, жамбас, іш және аяқ бұлшықеттерін дамытуға арналған таптырмас жаттығу. Маңызды бір шарт, бортта таңғы 11 мен түскі 3 аралығында жүзбеген абзал. Дәл осы аралықта күн қатты қыздырып, теріңізді күйдіріп алу қаупі өте жоғары. Сонымен қатар басқа серферлерге жақын жерде жүзуге болмайды. Өйткені толқын кезінде басқа спортшыға соғуыңыз әбден мүмкін.